Давай мындай тақырып қозғайық. Жалпы біздің отбасымызда отбасылық қандай принциптер бар деген сияқты. Өйткені 10 жылдық тәжірибеміз бар, Құдайға шүкір. Осы 10 жылдың ішінде Айман екеуміздің арамызда бұлай қатты бір конфликт, немесе бір-бірімізге бір қатты бір сөздер айтып, өкпелетіп, жаңағыдай ондай сәттер болған жоқ. Вот, ол менің ойымша біздің принциптерімізге байланысты, сондай тату тәтті өмір сүріп жатқанымыз. Давай сол принциптерді айта өтсек. Сенің ойыңша қайсысы? Сен айт бірінші. Ең бірінші принцип ол ер мен әйелдің теңдігі деген принцип. Ол менің түсінігім бойынша ол былай. Яғни